Балалар, номер 57-те бірінші есепті шығарайық. Теңсіздікті шешу керек. Бізде қараңыздар, егер бұл теңсіздік бөлшек түрінде беретін болса, онда міндетті түрде бөлімін алымына көбейтіп алуға болады. Қараңыздар, міне x минус 2, x плюс 1 және x плюс 2 үлкен 0-ден. Енді қараңыздар, бұны 0-ге теңестіріп аламыз. X минус 2, x плюс 1 және x плюс 2 тең 0-ге. Бірінші жақшаның ішінен x тең 2 болады. Екінші жақшаның ішінен x тең минус 1 болады. Үшінші жақшаның ішінде x тең минус 2 болады. Бірақ бізде бөлімде минус 2-ге тең болмау, 0-ге тең болмау керек. Сондықтан минус 2-ні қабылдамайды. Бұл нүктені координаттылық нүктеге координаттылық түзуде саламыз. Енді қараңыздар, міне. Бірінші, ең кішісі бізде минус 2 саламыз. Одан кейін минус 1, одан кейін міне 2. Осы аралықта бізде оң болған 0-ден үлкен, яғни оң болған аралық бізде шешім болып табылады. Енді орнына қояйық. Минус 3-ті алайық. Минус 3-ті алсақ, негізі ауызша орындау керек болар. Мен сізге түсіндіріп отырмын. Минус 3-ті алсақ, мына жерге қоямыз бірінші теңсіздікке. Минус 3-ті алсақ, бірінші жақшаның ішінде минус шығады. Одан кейін екінші жақшаның ішінде минус шығады. Үшінші жақшаның ішінде минус 3 плюс 2 минусты береді. Яғни үшеуінің көбейтіндісі бізде минусты береді. Яғни минус. Одан кейін минус 2 мен минус 1-дің арасы. Минус 1,5 алып көрейік. Минус 1,5 алсақ, бірінші жақшаның ішінде минус шығады. Екінші жақшаның ішінде минус 1,5 плюс 1 минус шығады. Үшінші жақшаның ішінде минус 1,5 плюс 2 үлкен болғаннан плюс шығады. Яғни екеуінің көбейтіндісі плюс, плюсті плюске көбейтсек плюс шығады. Яғни мына жер плюс. Одан кейін минус 1 мен 2-ның арасында 0-ды алайық. 0-ды алсақ, бірінші жақшаның ішіне 0-ден 2 алсақ минус таңба шығады. Одан кейін 0-ге 1 қоссақ плюс таңба шығады. Одан кейін 0-ге 2 қоссақ плюс таңба шығады. Минус пен плюсті көбейтсек минус, минусты плюске көбейтсек минус болады. Яғни бұл жерде минус болады. Келесі 2-ден үлкен сан. 3-ті алайық. 3-тен 2 алсақ, яғни 3-тен 2 алсақ плюс сан шығады. 3-ке 1 қоссақ 4 плюс сан. 3-ке 2 қоссақ плюс сан. Барлығының көбейтіндісі бізде плюске тең. Енді қараңыздар, бізге 0-ден үлкен мәнді табу керек. Яғни минус 2 мен минус 1-дің арасы. X қабылдайды. Міне бізде оң мәнді алу керек бізде. Минус 2 мен минус 1-дің арасы және қараңыздар, оң мәнді алады. 2-ден плюс шексіздікке дейін алады. Түсіндіңіздер ма? Балалар, екіншісінде қайтадан қараймыз. 2x минус 3, 3x минус 17 көбейтінді түрінде аламыз. X плюс 1, x плюс 4 кіші немесе тең 0-ден. Енді қараңыздар, бірінші бұны 0-ге теңестіріп аламыз. 2x минус 3, 3x минус 17, x плюс 1, x плюс 4 тең 0-ге. 2x минус 3-тен x тең 1,5 шығады. Одан кейін бөлшектен x тең 17-ні 3-ке бөлсек 5,3-тен 2 шығады. Одан кейін x тең, бұл жерде тең емес, бөлімінде 0-ге тең болмау керек, сондықтан x тең емес минус 1 болады. Одан кейін x тең емес минус 4-ке. Енді координатыға саламыз. Бізде ең кіші сан минус 4 қабылдамайды. Өйткені бөлімі 0-ге тең болмау керек. Одан кейін минус 1, одан кейін 1,5 міндетті түрде боялады. Себебі тең, кіші немесе тең 1,5, одан кейін 5,3-тен 2. Енді бізде осы аралықта оң болатын мәнді қабылдаймыз. Есеп тексеріп көрейік. Минус 5-ті алсақ, мына теңсіздікке қоямыз. Минус 5-ті алсақ, 2-мен көбейтсек теріс, теріс болады. Минус 5-ті алсақ теріс, теріс пен терісті көбейтсек оң, теріс болады. Барлығын көбейтіндісі оң, бұны алмаймыз, оң болады. Одан кейін минус 4 пен минус 1-дің арасы минус 3, теріс болады. 3 терістің көбейтіндісі теріс, оң болады. Оң мен терісті көбейткен кезде терісті береді екен. Минус 1 мен 1,5-ның арасы 0-ды алайық. 0 қойсақ, 0-ден 3 алсақ теріс,
0-ден 17 алсақ теріс, 2 терістің көбейтіндісі 10 болады. 0-ге 1 қоссақ 10, 0-ге 4 қоссақ 10. Барлығының көбейтіндісі 10 болады. Бұл 10 болады екен. Келесі 1,5 пен 5,3-тен 2-нің арасы. Бұл жерден 3 алайық. 2-ні 3-ге көбейтеміз. 6, 6-ны 3 алсақ мына жерде 10. Одан кейін 3-ті 3-ге көбейтеміз. 9, 9-нан 17 алсақ теріс. Яғни екеуінің көбейтіндісі теріс. Мына жерде 10. Сондықтан бұл жер минус болады. Ары қарай біз плюс болады. Яғни бізде теріс мәнді аламыз. Яғни міне теріс мән. X қабылдайды. Минус 4-тен минус 1-ге дейін және тік жақша болады. 1,5-тен 5,3-тен 2-ге дейін. Бұлар үшіншісінде 1 минус x плюс 1 және көбейтілген x алдына шығарайық және 5x плюс 1 үлкен немесе тең 0-ден. Енді қараңыздар, бөліме x тең емес 0-ге, одан кейін 5x плюс 1-ден 1 минус x-тен x тең 1-ге, одан кейін x тең минус 1-ге, мына жерде x тең емес минус 5-тен 1-ге. Осыны біз неге координат түзуге саламыз. Қараңыздар, ең кішкентай минус 1 қабылдамайды, қабылдайды тік жақша минус 1. Одан кейін минус 5-тен 1 қабылдамайды. Одан кейін 0 қабылдамайды. Және плюс 1-ді қабылдайды. Тік жақша болады және ол боялады. Енді осы аралықта бізде 0-ден үлкен 10 мәнді қабылдаймыз. Мына қараңыздар, минус 1-ден кіші сан бізде қандай? Минус 2. Орнына қойып көрейік. Минус 2-ні қойғанда 2 минус плюс кетеді, 10 береді. Міне 10 береді. Мына жерде теріс болады. 10 мен терісті көбейтсек теріс. Мына жерде теріс минус 2 плюс 1 теріс мән болады, көбейтіндісі плюс болады. Одан кейін минус 2-ні қойған кезде теріс, 1-ге қосындысы теріс болады. Яғни теріс пен оңды көбейткен кезде теріс, оған терісті көбейткен кезде оңды теріс көбейткен кезде теріс болады екен. Ары қарай минус 1 мен минус 5-тен 1-дің арасы. Бұдан кейін бұлай өзгеріп кете береді. Плюс, минус, плюс, минус. X қабылдайды. Оң мән міндетті түрде тік жақша болады. Минус 1-ден минус 5-тен 1-ге дейін және 0-ден 1 плюс 1-ге дейін екен. Тік жақшамен. Түсіндіңіздер ме? Балар 4-тен шығарайық. Қараңыздар. X 1 минус x 2 минус x 3 плюс 2x кіші 0-ден. Енді қараңыздар, x тең емес 0-ге, одан кейін x тең емес 1-ге, себебі бөлшектің бөлімі 0-ге тең емес. Одан кейін x тең 2-ге, одан x тең минус 1,5-ге. Енді балар осының нүктелерді координат түзуге саламыз. Ең кішісі бізде минус 1,5, минус 1,5, одан кейін 0, одан кейін 1, одан кейін 2. Енді осы аралықты табамыз. Қараңыздар, минус 1,5-тен кіші минус 2-ні алсақ. Минус 2 теріс, минус 2 минус пен плюс 10 болады. Минус пен плюс пен минус теріс. Мына жерде минус 2 тағы да 10 болады, көбейтіндісі теріс. Мына жерде 2 минус 2-ге көбейтсек минус болады, минусқа 3 қоссақ тағы теріс. Яғни міне теріс, оң теріс болады. Терісті оңға көбейтсек теріс, терісті теріске көбейтсек плюс болады. Яғни плюс, минус, плюс, минус, плюс. Енді қараңыздар, бізге кіші мән керек, яғни минус мән керек. Яғни x қабылдайды, минус 1,5 пен 0-дің арасы және 1 мен 2-нің арасын қабылдайды екен. Түсіндік па, балалар? Осымен номері 571 есеп шықты. 4-тің жауабын айтшы.